не тұр? Тәкаппарлық тұр. Тәкаппарлық қайдан келеді? Осыны біліп алуымыз, яғни себебін түсіндіріп жатырмын да. Жалпы ол адамның келбеті онша емес болатын болса, өйткені оны Алла жаратты, сен Алланың жаратқан сияқты бір шыбында жарата алмай тұрып, сен оған ито ренжисің, ито ол сенің көңіліңнен шығу керек, мысал үшін. Ал оның артында да не бар? Тәкаппарлық бар. Сені адам қонаққа шақырмай қойды, сенің ойыңдағыдай болмады, ол міндетті түрде мені шақыру керек еді деген сен оймен тағы да ренжисіңді, не істейсің? Тәкаппарлыққа қайтадан алып келесің. Сондықтан тәкаппарлықтың жалпы менің ойымша әрбір адам, ол адам сенің көңіліңнен, ойыңнан шығу үшін сен оны өзің бір жасап алған бір не десем, бір шеңбер дейді да, міндетті түрде ол осылай жасағанда бұлай болар еді деген сияқты әңгіме кеп тұр ғой, былайша айтқан кезде. Сонда жалпы тәкаппарлықтың барлық тұстары осы менің ойымдағыдай болмады дегеннен басталып тұр да. Оның ішінде барлығы кіреді, барлық дүние, ғалам барлығы. Вот сондықтан тәкаппарлыққа өзіңді жеткізгің келмесе, адам сенің ойыңнан ойыңдағыдай, яғни бола бермейді. Қалай бар, солай қабылдаңыз. Мінезі қатты ма, қабылдаңыз. Мінезі жұмсақ па, қабылдаңыз. Шошақай ма, қабылдаңыз. Өйткені ол оның мінезі. Оны ешкім түзете алмайды, дұрыстай алмайды. Өйткені адам туған кезде Алланың өзі жаңағы мінезді не істейді? Сол адамға қосып берген. Адамды адам дұрыстаймын деген ол әурешілік. Сен ешқашанда дұрыстай алмайсың. Тек қана сен оған дұрысталуына мүмкін бір әсер ететін шығарсың. Әйтпесе, мен оны дұрыстаймын деген, оны дұрыстап аламын, мен оны бүйтіп алам деген ол өтірік. Олай өтірік, әуре болмай-ақ қойыңыздар. Мінез туа біткен мінез. Туылып, адам туғанда берілген мінез, өлгенге дейін ол ода қалады. Адамның мінезі дұрысталмайды, тек қана оның санасы ғана не істейді? Басқа жаққа өзгереді, жақсы жаққа өзгереді, болды. Сондықтан адамнан біз ең бірінші жаратқаннан сұраған кезде біз сана сұраймыз да. Сана. Мінез ол туа біткен мінез. Точка, нүкте. Сондықтан мен мінезім өзгеріп кетті деген адамдарға мен айтам, сенің мінезің өзгерген жоқ, сенің санаң немесе ортаң әсер еткен жер ғана өзгереді.